Сіз 2 минутта 3 кітап оқып үлгересіз бе? Ендеше сол 2 минутты бізге арнаңыз. Дулат Исабеков, Қарғын. Бұл жастардың сүйікті шығармасына айналған роман. Шығармада кіршіксіз махаббат, сезім мен сенім арасындағы арпалыс суреттеледі. Оқиға Алматыда өтеді. Басты кейіпкерлер жас жазушы Жасын мен студент қыз Бағила. Олар алғаш рет пойызда танысады. Бағила 18-ге толар-толмас, өмірге енді ғана қадам басқан албырт қыз еді. Ал Жасын жасы едәуір, үлкен отбасылы ер адам. Романның соңына жеткенде санада бір үлкен сұрақ қалады. Оқиға әрі қарай қалай жалғасты? Бұл Дулат Исабековтың жазу мәнерінің бір ерекшелігі сияқты. Оқырманды оймен қалдыру. Ал сіз Жасынға қандай баға берер едіңіз? Екінші кітап Қаныш және ғылыми майдан. Оның авторы Санжар Керімбай. Бұл кітапта Қаныш Сәтбаев тек ғалым ретінде емес, үлкен тұлға ретінде танылады. Шығарма ғылымға қызығатын студенттер арасында кең таралған. Мәні терең еңбек. Ең қызығы, кітапта қазақ қыздарының қоғамдағы орны қалай көтерілгені туралы айтылады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ер адамдар майданға кетіп, елде жесір әйелдер мен жалғыз қалған қыздар көбейді. Сол қиын кезде Жұмабай Шаяхметов маңызды шешім қабылдайды. Алматыда қыздар педагогикалық институтын ашуды ұсынады. Ал қазір жағдай мүлдем өзгерді. Қоғамда қыздар ұлдарға қарағанда көбірек оқиды. Дамуға белсендірек, университетте де қыздар саны басым. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қыздардың оқуына көңіл бөлген дұрыс па? Келесі кітап Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адамы. Мен осы жылы өзгеремін. Бұл менің жыл сайын айтатын сөзім. Бірақ жыл соңында баяғы әдеттер, әлсіреген денсаулық сол күйі қалады. Мұның шешімі бар ма? Жаңа энергияны қайдан аламыз? Бұл кітап жазылмаған заңдылықтың әліппесі секілді. Қазір көшеде кез келген адамнан сұрасаң, бәрі бай болғысы келеді. Бірақ қаржылай сауаттылық жоқ. Керегі жоқ киімге сөресі толы, тамаққа да жиі ысырап жасайды. Мұндай адам нөлден бастап көтерілуі өте қиын. Мен чипсыға тәуелді болдым. Күніне міндетті түрде 1000 теңгеге чипсы жедім. Оны 11 ай бойы тұтындым. Қазір есептеп қарасам, шамамен 300 000 теңгеге өз денсаулығымды құртуға жұмсаппын. Кемел адам кітабын оқығаннан кейін, чипсы жегім келген кезде жегендей болдым деп миымды сендірдім. Қазір миым оны сұрамайды да, әрі көзге көрінбейтін қосымша қаражат пайда болды. Елестетші, сен шөл далада жүрсің. Кенет қатты шөлдедің. Алдыңнан су көрініп, оны ішкің келген сәтте қандай сезімде болдың? Әрине, қара судың қадірін де түсіндің. Ал шөл демей, алдыңда бәрі тұрғанда, кейде оның қадірін сезбей жатамыз. Кітапта өмірдің әр сәтінен ләззат ала білудің маңызы өте жақсы айтылған. Расында қанағат құндылығы жоғалып барады. Оның себебі әлеуметтік желідегі өзгелердің үлде мен бүлдеге оранған бақытты өмірі. 18-20 жас аралығындағы жастар неге тез депрессияға түседі? Себебі әкеме көлік, анама үй алып бере алмадым деп өзін жейді. Ал кейде сенің жоғарғы оқу орнына оқып жүргенің, тіпті аман жүргеніңнің өзі ата-анаң үшін үлкен бақыт екенін ұмытпаған жөн. Бұл кітапты жастар міндетті түрде оқуы тиіс.